Здравствуйте, ребята! Добрый день! Урок номер 61. Овощи, которые растут над и под землей. Жердің астында және үстінде өсетін көкөністер. Ты будешь учиться правильно использовать в предложениях предлоги над и под, составлять рассказы описания, использовать речи на письме, глаголы. Упражнение 1. Прочитай загадки, напиши отгадки. Жұмбақты оқып, шешімін тап. Под землей живут семейки, поливаем их из лейки. И Полину и Антошку позовем копать картошку. Жердің астында бір отбасы өмір сүреді, оны біздер күнде суарамыз. Полинаны да Антошканы да картоп қазуға шақырамыз. Он на грядке летом жил, с жарким солнышком дружил, с ним веселье и задор, он зовется Помидор. Ол жаздай бақшада өмір сүрді, және ыстық күнмен достасты. Онымен бірге көңілді, оның аты Қызанақ. Где растут картофель и помидор? Напиши в тетради предложение. Картоп пен қызанақ қайда өседі? Сөйлемді дәптерге жазып аламыз. Помидор в теплице жил, жарким солнышком дружил. Қызанақ жылыжайда өмір сүрді, және ыстық күнмен достасты. Назови глаголы. На какой вопрос они отвечают? Определи время, определи род, время, число. Етістіктерді табамыз, қандай сұраққа жауап береді, және қай түрде тұрғанын, қай жақта тұрғанын анықтаймыз. Глаголы. Жил, дружил. Что сделал? Жил, что сделал? Дружил. Отвечают на вопрос «что сделал?». Эти глаголы стоят в единственном числе, мужском роде, прошедшем времени. Почему слова Полина и Антошка написаны с большой буквы? Полина және Антошка деген сөздер неге үлкен әріппен жазылған? Потому что это имена людей. Себебі бұл адамдардың аттары. Упражнение 2. Спиши предложение в тетрадь. Сөйлемді дәптерге жазып аламыз. Картофель растет под землей в земле. Картоп жердің астында өмір сүреді, жерде өмір сүреді. Помидоры растут на земле, над землей. Қызанақтар жерде, жердің үстінде өседі. Назови предлоги. Чем отличаются глаголы растет и растут? Предлогтарды ата және өседі деген етістіктердің айырмашылығын табамыз. Так, растет. Глагол растет стоит в единственном числе. Глагол растут стоит во множественном числе. Бірінші етістік жекеше түрде тұр, екінші етістік көпше түрде тұр. Екі етістікте өседі деген мағынаны білдіреді. Вспомни, предлоги со словами пишутся раздельно. Есіңе түсір, предлогтар сөйлемдерден бөлек жазылады. Упражнение 3. Рассмотрите картинки и поиграйте. Суретті қараймыз және ойнаймыз. Над землей, под землей. Жердің үстінде, жердің астында. Послушай учителя. Если ты услышал название овоща, который растет под землей, хлопни один раз. Если это овощ растет над землей, хлопни два раза. Мұғалімді тыңдаймыз. Егер жердің астында өсетін көкөністі естісем, бір рет шапалақтаймыз. Жердің үстінде өсетін көкөністі естісем, екі рет шапалақтаймыз. Слова, сөздер. Помидор, қызанақ, картофель, картоп, огурец, қияр, перец, бұрыш, горох, бұршақ, свекла, қызылша, морковь, сәбіз, капуста, орамжапырақ. Упражнение 4. Дополни предложение словами. Сөздермен сөйлемді толықтыр. Напиши предложение на родном и на русском языках. Сөйлемді өз тілдеріңізде және орыс тілдерінде жазамыз. Под землей растут картофель, морковь, свекла. Жер астында картоп, сәбіз, қызылша өседі. Над землей растут помидор, перец, огурец. Жер үстінде қызанақ, бұрыш, қияр өседі. Какой овощ растет и под землей, и над землей?
Қандай көкөніс жердің астында да, үстінде де өседі? Это лук. Бұл пияз, немесе жуа. Упражнение 5. Составь по схеме рассказ про любимый овощ. Сүйікті көкөнісің туралы сызба бойынша әңгіме құраймыз. Что это? Бұл не? Где растет? Қайда өседі? Какой цвет? Түсі қандай? Какая форма? Пішіні қандай? Какой на вкус? Какой вкус? Дәмі қандай? Что можно приготовить? Не пісіруге болады? Мой любимый овощ – картофель. Он бывает круглым, овальным, большим и маленьким. Кожура у картофеля тоже разнообразная. Можно встретить коричневую, фиолетовую, бордовую кожуру. Внутри картофель белый и желтоватый. Растет под землей и имеет высокую питательную ценность. Картофель очень вкусный и питательный овощ. Благодаря питательным и вкусовым свойствам его употребляют в вареном, запеченном и жареном виде. Менің сүйікті көкөнісім бұл картоп. Ол дөңгелек, сопақ, үлкен және кішкентай болады. Картоптың қабығы да әртүрлі болады. Оның түстері де әртүрлі болады. Яғни қоңыр, күлгін, қызыл қоңыр болып келеді. Және картоптың іші ақ немесе сарғыш болады. Ол жердің астында өседі және тағамдық құндылығы өте жоғары. Картоп ол өте дәмді және сіңімді көкөніс. Оның сіңімділігі және дәмділігі және тағамдық құндылығының жоғары болуына байланысты оны қайнатып та, пісіріп те, қуырып та жей беруге болады. Упражнение 6. Произнеси скороговорку. Жаңылтпашты айтамыз. В огороде у Федоры покраснели помидоры. Федораның бақшасында қызанақтар қызарды. Упражнение 7. Вставь предложение, нужный глагол в будущем времени напиши. Сөйлемдегі етістіктерді келер шаққа қойып жазамыз. Овощи над землей буду срывать, овощи под землей буду выкапывать. Жердің үстіндегі көкөністерді жұлып аламын, жердің астындағы көкөністерді қазып аламын. О чем ты узнал сегодня на уроке? Бүгін сабақта не білдің? Урок окончен. До свидания. Подписывайтесь на мой канал.